Өңірдегі кез келген өзекті мәселе назарымыздан тыс қалмайды. Қайырлы кеш көзқарақты көрермен, арнада ақпараттық сағат бағдарламасы. Бүгін біз студия барысында қызылша дертіне қарсы атқарылып жатқан жұмыстар жайын айтатын боламыз. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Облыстың штаттан тыс бас инфекционисті Құрманғазы Мейрамбек Сағынайұлы және де облыстың штаттан тыс бас балалар инфекционисті Умарова Жанар Сатыбалдықызы. Қош келдіңіздер. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде екенімізді естеріңізге саламыз. 22-11-55 нөміріне хабарласып, кез келген көкейкесті сауалдарыңызды қоя аласыздар. Әзірге сауалдар легі келіп түскенше Мейрамбек Сағынайұлы, алғашқы сөз кезегін өзіңізден бастайық. Өңірде екпе жұмыстары қалай болып жатыр, нәтиже қандай, айтып өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Бүгінгі әрине қызылша дерті біздің Қазақстанда, соның ішінде біздің облысымызда қолай жағдайда тұрмыз. Біріншіден Қазақстан бойынша 30 мыңнан астам адамдар тіркелгені болса, біздің облысымызда 7 мыңнан астам балалар тіркеліп отыр. Сол аурулардың ішінде ең қолай жағдайымыз 84%-ға дейін ол балалардың арасында. Әсіресе қолай жағдайымыз 81-82%, солардың ішінде бүгінгі екпе алмағандар балалардың саны. Өкінішке орай, осының барлығы қызылша дертінің өзі жүгенделетін инфекцияға жатады. Яғни жүгенделу оның екпеге байланысты, тікелей байланысты. Жұқпалы ауру деп айталамыз ба? Жұқпалы аурулығы, оның бүгінгі көңіл аударатындығы, ол өте тез тарайтын. Мысалы, кешегі коронавирус кезіндегі індетті айтып жатсақ, сол кезде біз айтатын едік, коронавирус инфекциясы қызылша сияқты тез тарайды. Қызылша бүгінгі таңда осы инфекциялардың ішінде ең тез тарайтындығы. Әрбір 5-ші адамда әртүрлі ақаулар орын алатындығы. Осы тараптан келгенше клиникалық тұрғыдан келген екі сөз айтып кетсем, бұл клиникалық көрінісі жоғары тыныс жолдарының қабынуымен жүретін, мұрынның бітуімен, тамақтың ауырсуымен, көздің қабынуы, конъюнктивит, ринит, фарингит деп қауіптілігі оның асқынуларымен, құлақтың отектерімен, өкпе тынысының қабынулары жоғары тыныс жолдарынан бөлек төмен қарай түсіп кетіп, бұл пневмониямен асқыну және менингитпен ұлаштасып кетуі. Міне осы жағдайлармен қауіптілігі, тез тарайтындығы көңіл аударатын жағдайда. Сондықтан бүгінгі біз бәріміз халық болып бірге атсалысып жатырмыз. Қыркүйегінен бастап, аурушылдық жоғарылағаннан бастап, бүкіл Қазақстан бойынша кешегі қараша айынан бастап екпе жұмыстары басталды. Екпе жұмыстары қосымша жүргізіліп жатыр. Біздің күнтізбеге сай 1 жас, 6 жаста жасалатын еді екпе жұмыстары. Өкінішке орай балалардың саны ауырып жатқандардың ішінде 1 жасқа дейінгі балалар, яғни екпе алмаған балаларға дейін аурушаңдық жоғарылап 15-30%-ның аралығын құрап жатса, келесі жас бұл 2 жастан 6 жасқа дейінгі аралықтағы балалардың арасында болды. Сондықтан қаулы қабылданып, қазір бізге қосымша 6 айдан 11 ай аралығында, одан кейін 2 жастан 5 жасқа дейінгі аралықта екпе жұмыстар қосымша жүргізіліп жатыр. Басында әрине қыркүйек, қараша айларында, қазан айынан бастап екпін төменет, бүгінгі күндері екпін кішкене жоғарылап келе жатыр, халықта түсініп келе жатыр. Дегенмен де әлі аурушаңдық жоғары болғандықтан біз тағы да көңіл аударамыз. Бұл аурудың ешқандай арнамалы дәрісі жоқ дүниежүзі бойынша. Бұл аурудың емі оның алдын алуда, яғни екпеде тұр. Сондықтан негіз көңіл аударатынымыз бұл екпе жұмысына қарай тағы да сұраймыз, өтінеміз. Бұл балалардың арасындағы екпеге ата-аналар түсінікпен қарасын. Өйткені күнбе-күнге түсіп жатқан науқастардың ішінде, мысалы, бүгін бұрнағы күні 9 күні 174 адам жатты. Бізде 200 койкілік аурухана ашылды қосымша, қызылшаға арналып. Соның ішіндегі 85-90%-ға жақыны бұл балалардың арасында кездесіп жатқанның ішінде 10-15%-ы бұл ересектер, соның ішінде көңіл аударатыны жүкті әйелдердің соңғы уақытта жиі аурушаңдық ауру кездесіп жатқаны. Міне аурухана ұйымдастырылды. Бүкіл медицина қызметкерлерінің бәрімен осы жұмысты ұйымдастыруды әкімшілікпен, біздің өзіміздің облыстың бас әкімі өзі 1-2 жиналысты өзі атқарып өткізді. Қалған уақытта Обжаптың басшылығымен
жет сайын біз осы мәселе қаралып отыр, тыңдалып отыр. Бүгінгі таңда екпе жұмысына негізгі көңіл аударып отырмыз. Енді дерттің қауіпті екенін білеміз дей тұрғанмен, балалар арасында қауіпті ме, ересектер арасында қауіпті ме? Бұл айтқанда, бұл ауру балаларға тән ауру дейміз. Балалардың арасында енді ересектер сирек ауырады, сирек ауырғандықтан оларда ауыр түрде өтеді, қолайсыз түрде өтеді, әртүрлі асқынулармен өтеді. Бүгінгі таңда осы ересектердің түсіп жатқанында, әсіресе жүкті әйелдердің түсіп жатқаны, олар әртүрлі асқынулармен түсіп, пневмонияға дейін барып жатқан барлығы, оларда ауыр өтіп жатқаны ересектердің арасына көңіл аударамыз. Бірақ бүгінгі таңдағы қызылша балалардың өзінде де ауыр жүрде өтіп жатыр. Бұл айтқанда біз бұрынғы балалардың ауыр жеңіл елпек өтіп кетеді дейтін айтатын әңгімелер қалып қойып жатыр. Оған байланысты Жанар енді тағы да қосымша айтар, олар ерекшеліктерін деп. Жанар Сатыбалдықызы алып қосарыңыз бар ма? Енді балалар арасында кең тараған инфекцияның бірі. Балалар деген өте жиі ауырады. Бұл бала инфекциясына жатады. Ең басынан ол бала инфекция болып саналады, но бір жағдайларда ересектерді ауырып кетуі мүмкін. Ересектер не себептен ауырады? Олардың иммунитеті вакцинациядан кейін, 6 жасында жасалған вакцинациядан кейін әрине төмендей бастайды. Жасанды иммунитетінің өзі. Ал балаларға келсек, балалар оның ішінде календарь прививка бойынша бізде деген 1 жаста және 6 жаста егілетін болды бұған дейін, осы эпидемиясына дейін. Сол себептен 6 айға дейін балалар ауырып қалу ықтималдығы жоғары болды. Және вакцина алмаған балалар арасында өте жоғары ықтималдық. Негесең осы даже біздің стационарда жатқан аурулардың арасында Мейрамбек Сагнаевич айтты ғой, 80%, 85% жағдайда балалар болса, оның ішінде 80% жағдайда екпе алмаған балалар. Екпе алмаған балаларда бұл инфекция өте ауыр түрде өтеді. Ауыр түрде өткенде интоксикациясы жоғары. Тез арада бір жетінің арасында тез арада ол ауру асқынып кетеді. Басқа да асқынуларменен, именно ағзаға өте қауіпті асқынулар. Оның ішінде жиі кездесетін асқыну ол бронхопневмония. Бронхопневмония өте ауыр жағдай, неге десең, бір жақтық болады, екі жақтық болады, ентікпемен жүреді де, сол себептен жаңағы тыныс жетіспеушіліктер болу мүмкіндіктен бала деген даже көз жұмып кетуі мүмкін. Сол себептен өлімге апаратын қауіпті асқынуының біруі. Ең бірінші. Содан кейін стеноз дейміз оны, жаңағы кеңірдек стенозы немесе синдром Крупа дейміз. Әрқашанда бұл инфекцияда болуы мүмкін. Көбінесе көз зақымдануы мүмкін. Көз зақымданған, терең зақымданған кезде даже катаракта болып қалуы мүмкін балада. Және тағы да өте сондай қауіпті асқынуының бірі ол менингоэнцефалит. Миды зақымдауда, ми затын зақымдау, немесе ми қабықтарын зақымдау, сондай өте күрделі, сондай асқынулар болады. Оның ішінде алдын ала, даже ертең бала жазылғанның өзінде де 19-20 жылдан кейін көрінетін асқыну болуы мүмкін. Оны біз панэнцефалит дейміз. Ол өте қиын жағдай, инвалидностьқа келуі мүмкін. Мүгедектікке алып келеді 100% жағдайда. Бұл инфекцияның таралу вообще проценті 100%. Бұл инфекциядан ешқайда қаша алмайды адам. Неге десең, бұл деген өте жеңіл вирус. Тез арада 2 сағат бойын қоршаған ортада ол сақталады. Төмен температураға өте төзімді. -70 градусқа дейін сақталады. Сол себептен жөтелген кезде, немесе сөйлескен кезде, түшкірген кезде тез арада беріледі. Ауа тамшылы жол. Тек қана ауа тамшылы жолмен беріледі. Бұдан қашып біз нете алмаймыз. Індеттің аймаққа таралу деректері бар ма? Қайдан келген? Кім-ақ білген деген секілді? Ол баяғыдан белгілі деректер ғой. Егер 60-шы жылға дейін, өткен ғасырдың 60-шы жылға дейін Қазақстанда ешқандай прививка болған жоқ. Сол кезде деген бұл аурудың деген аушандығы өте жоғары болды, көрсеткіштері өте жоғары болды. Әрбір үйде 10 бала болса, қызылшамен ауырса, где-то оның 5-6-ы сол бір-біріне нетеді, сосын шетінеп кетеді.
То есть өздерің білесіңдер ғой, біздің ата әжелеріміз көп балалы болды, көп балалы. Но көбісі именно балалар инфекцияның, оның ішінде қызылшадан көз жұмып кетті. Неге десең, ол кезде 60 жылға дейін ешқандай иммунизация болған жоқ. Содан кейін көзі ашылып, біздің әжелеріміз, аталарымыз прививка апарып балдарды екпе алып, содан кейін ол ауру төмендей бастады. Көп уақыт бұл ауруда ешқандай эпидемия болған жоқ. Осы жақында, осы бірінші эпидемия қашан болып еді, Мейрамбек Санаевич? Бірінші науқасымыз біздің Ақтөбе облысында ақпан айынан бастап келеді. Турциядан келді. Бірінші біздің қонағымыз. Завозной случай. Жұқтырып алған. Сол жақтан демалыста кейін келіп, балалар арасында болып, одан кейінгісі Астанадан келді. Одан кейін біздің ірі қалалар Астана, Алматы арқылы балалардың қатынасы жиі болған сайын балалардың арасында жиі кездесіп, орын ала бастапты. Осы ең көп көтерілген кешегі жазғы демалыстан кейін күрт жан-жақтан бәрі алып келе бастады. Студенттер енді көптеп оқиды ғой Астанада. Сырттан келгенде іштегісіз біз оған қорғаныс жасауымыз, немқұрайлы жасадық деу болады. Балалардың ауру деген сияқты. Қыркүйектен бастап балалар мектепке, балабақшаға келген кезде күрт жоғарылап кетіп, жайылып кетті. Ары қарай енді осы жерде оған тосқауыл беретін жеріміз тек қана екпе. Екпені кішкене өз тарапта ағарту жұмысын жүріп жатқан кезде де немқұрайлы жасап қойдық. Осы жерде халыққа тағы да сол немқұрайлы жасамайықшы, бұл етек жайып бара жатыр. Әлі де басылып жатқан түрі жоқ. Күн салқынмен келіп бәрі қайтады деген өзінде де вирус өкінішке орай өршіп тұр. Өте қатынасымыз көп болып тұр. Кеше каникул өзінің ықпалын жасап тұр тағы да балалардың арасында. Иә. Мына жастарымыздың көбісі Астана, Алматыда оқиды ғой, жоғары оқу орындарында. Демалыста келіп жатыр. Студенттер арасында жағдай қалай болып жатыр? Жоқ, қазіргі уақытта бізде жиі кездесіп жатқан былай үлкен бір оқу орны немесе балабақшалар арасында барлығы жабылып қалатын жағдай жеткен жоқ. Бірең-сараң эпидемиологиялық бағалауға келген кезде бір топтан былай айтқанда жайылып кеткен жоқ. Топ-тобымен жүріп жатырды. Бір класста болып, одан жайылып кеткен жоқ. Әр класста бірнеше баладан ауырып, жайылып тұрды. Бұл айтқанда жүгенделіп тұр. Дегенмен қаупі орын алып тұрды. Егер ондай жағдай болатын болса, онда міндетті түрде қаулы қабылданып, сол балабақша немесе сол мектеп жабылуға үкім шығарылады. Ондай жағдайға жеткен жоқ. Карантиндік режим қандай уақытта, қандай талапқа сай орындалады? Ол жаңағы бір сыныптың 30-дан жоғары пайызы болып жатса, ол мәселені қарастырып, қайттан біздің штаб жұмыс істейді. 7 сайын штаб жұмыс істеп отыр. 7 сайын біз тек қана облыс емес, санэпидстанциямен біріккен штабта жұмыс істеп отырмыз. Осының бәрін статистиканы қарап отырдық. Әрі 7 сайын міндетті түрде министрдің өзінің қатысуымен штабта біз баяндама жасап отырмыз әр облыста. Бүгінгі күні біздегі ауыршандық өткен аймен салыстырған сәл бәсеңдегенмен біз жоғары деңгейде тұрмыз. 4-5 орында тұрмыз Қазақстан бойынша деп. Кейбір кешегі қараша айларында біз алдын қатарда болдық. Екпе жұмысы жүріп жатыр. Соның нәтижесінде біз төмендеп ыңғайласа бастадық. Дегенмен біз үмітіміз әлде де оны белсендірсек, әлде де дұрыс жұмылып тез жасасақ, екпе жұмысын тез аяқ соғұрлым біз бұл ауыршандықты төмендетеміз, аурудың жайылғанын төмендетеміз. Қорғаныс жоғарылайды. Жанар Сатуалдықызы, екпе нысандары, егілу нысандары соның ішінде қай жерлерде орналасқан? Егілу нысандары әрине әрқашанда поликлиникада орналасқан. Прививочный кабинеттер бар әрбір поликлиникада, әрбір емханада, қалалық емханада егу кабинеттері бар. Сол жерде бәрі сақталған жаңа вакциналар, дұрыс сақталған мерзіміне байланысты солай техника бойынша, өзінің схема бойынша енгізіледі. Мектептерде, мәселен, әуежайларда, болмаса темір жол вокзалдарында орналасқан пункттер бар ма? Жоқ, екпе жұмысы тек қана мамандандырылған, арнамай сараптамадан өткен, дайындықтан өткен мекемелерде, яғни тек қана емханаларда жасалады.
Жаңағы айтқан жерлердің бәрінде мысалға дәрігерге қаралам, көрсетемін деген жағдайлар пункттерге шығып жатыр, барып жатыр. Коронавирус кезінде болды ғой арнайы бөлімшелер. Ол жұмысты екпе жұмысын өз жерге арнамайды. Арнайы бөлмеде, яғни екпе жасайтын бөлмеде жасалады. Әрі мамандардың өзі дайындалған. Кез келген медсестра, маман келген жасай салам деген неден арнамалы оқудан өтіп келген. Және екпенің өзінде сақтайтын жағдай туғызу төксіз жерде ғана жасалған. Оның бәрі бақылауда, қадағалауда. Сондықтан өтініштер болды, мектепке келіп жасаса қалай болады деген сияқты. Ол былай айтқанда өз жерде жағдай туғыза берілмейді. Сондықтан арнамалы емханада, арнамалы бөлмелерде. Жаңа сауалымды қайтып қойғым келіп отыр. Коронавирус кезінде көптеген жерлерде арнайы бөлімшелер болды, пункттер ашылды. Екпе салдыруға байланысты. Ол кезде жағдайымыз былай айтқан кезде қазір індет десек, ол пандемия. Яғни жайылуы, ауыр шаршылық жайылуы, тез таралуы соншалықты көп, бүкіл халықтың арасында таралып кетті. Емханаларда осы жұмысты ұйымдастыру жеткіліксіз болды. Вакцина алатын адамдардың саны көп болды. Бүгінгі күні бізде қамтамасыз етіп жатырмыз. Ондай қосымша жаңағы мектептерге, басқа мекемелерге жасаудың реті жоқ, өйткені емхананың өзі үлгеріп жатыр. Оған былай айтқанда барлық емханалардың бәрінде жағдай бар. Екпе дозаларын айтып өтсеңіздер, қайдан әкелінген, құрамы қандай? Былай айтқанда бұл сараптамадан өткен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұжымының бекітілген мемлекет елдері бар. Европа елдерімен және Азия елдерінің ішінде Индияда. Сол Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұжымы сол елдерге жақындату үшін, мысалы Қазақстан, біз Азияға жатамыз, жақын аймаққа жеткізудің бірден бір жақын тұрған жері бұл Индияда болды. Сондықтан Индияда сараптамадан өткен лабораториядан алынған вакцина бұл тек қана биыл емес, бұған дейінгі жылдарда тек қана Қазақстан емес, Азия елдерінің бәріне, соның ішіне Япониямызда жатады, біздің Кореямызда жатады, солардың бәріне вакцина қамтамасыз етіп отқан. Және бұған дейінде бірнеше жыл бойы бұл лабораториядан алынып отқан вакцинамыздың бәрі ешқандай ақаусыз. Бүгінгі күнде екпе алып жатқандардың ішінде екпе алғаннан жағымсыз әсер болған жоқ. Жағымсыз әсер бар болған қызбаның көтерілгені жергілікті екпе жасаған жерде ғана. Сондықтан бұны нағылатын не жоқ, қорқатындай, Индиянікі екен деп айтатындай. Және бұл екпе тек қана жаңғыз қызылшаға емес, сонымен бірге қызамыққа және эпидпаратитке, яғни үш неге бағытталған. Оның бөлек қызамыққа жасаудың керегі жоқ. Өйткені бұл вирустардың барлығы қатар жүреді, үшеуіне қатар алдын алу шарасы есебінде жасалады. Мысалы, дәріханаларға барсақ, дәрі алған жағдайда балалардың қолына бермеңіздер. Мынау ересектердің дәрісі, мынау балалардың дәрісі деп бөліп беретін. Ал екпенің де осындай түрлері бар ма? Ересектерге екпеде ондай несі жоқ. Бәріне бірдей. Бәріне бір вакцина. Несі бірдей. Жанар Сатуалдықызы, алып қосарыңыз бар ма? Енді екпеден өткені жөн деп санаймыз балаларды. Неге десеңіз, ол алдын алады бұл ауруды. Екпе алған балаларда бұл ауру жеңіл өтеді. Тез арада бітеді, бір жеті әр кеткенде ешқандай осложнение болмайды. Соған шақырамыз екпеге. Кері зияны ешқандай байқалмай ма? Жағымсыз ондай жоқ. Жағымсыз реакция көрген жоқпыз. Осы уақытқа дейін ешқандай жағымсыз реакция болған жоқ. Местный реакция болуы мүмкін, еккен жерінде қызару, ісу болуы мүмкін. Бірінші, екінші, үшінші күндері балада шамалы жөтел де болуы мүмкін. Тез өтіп кететін қызыл дақтар болуы мүмкін үстінде. Және шамалы тамағының қыруы, мұрын бітелу болуы мүмкін. Шақыру мүмкін инфекция, вакцина. Неге десең, вакцина солай жұмыс істейді. Басында постпрививочный период болады өзінің. Сол периодта мамасына бәрін түсіндіріп, вакцинация кабинетінде бәрін түсіндіріп жібереді. Қандай реакция күту керек, қандай реакцияда больницаға бару керек, ауруханаға барып, жаңағы дәрігерге нету керек, шағымдану керек. Соның бәрін түсіндіреді. Асынып кету қаупі бар ма, жоқ па?
Вакцинадан ба? Иә. Жоқ, вакцинадан ондай бұған дейін жоқ, қанша мың адамға жасалып отыр, жағымсыз болған жоқ. Ол тіпті мәселе де көтеріліп жатқан, халықтың арасында да ондай Миллион сұрақ жоқ. адамның арасында бір случай вакцинамен связанный ауру болуы мүмкін, бірақ ол өте жеңіл түрде өтеді. Қазіргі таңда осы қызылша ауруы балалардың да, соның ішінде ересектердің де арасында вакцина алмағандардан шығып отыр ма? Әлде вакцина алғандар да бар ма оның ішінде? Жоқ, вакцина алғандар ішінде жоқ. Бір жағдайда өткенде сондай не болды деп айтқан. Ол жағдай мындай болды. Жаңағы вакцина немесе екпені алуымыз біздің соңғы қаулыға байланысты 6 айдан 11 айға дейін, 2 жастан 5 жасқа дейінгі аралық қосымша екпе жүргізу, дополнительная иммунизация дейміз бе, одан қосымша тағы да иммунизация жүріп жатыр. Ол жастардың арасында болды. Жасқа дейін десек, және медицина қызметкерлері, барлық медицина қызметкерлерінің бәрі 55 жасқа дейін жасалады. Оған қосымша жанұя мүшелері, бала ауырып қалса, қалғанда айналасын бәріне, баласына, ересегіне қарамай, 3 күннің ішінде, 72 сағаттың ішінде вакцинация жасауымыз керекпіз. Сонда ғана біз тосқауыл жасай аламыз. Мәселе сонда тұр, вакцина алғаннан кейін, вакцина алып атқан кезде ата-анаға өтініш жасайтынымыз да сол, біз жасамаймыз вакцинаны, қарсы көрсеткіші болса. Бұған дейін кез келген вакцинаға аллергиялық көрініс берген болса, ол жаңағы жеке өзің картасында тіркелген болса, ешқандай вакцина жасалмайды, қазір қызылшада жасалмайды. Бір. Екіншісі, қазір бүгін вакцинация жасайын деп жатқан кезде, алайын деп жатқан бала болсын, ересек адам болса, ауырып тұрған болса, онда да болмайды. Ол уақытша тоқтатылу деп аталады. Уақытша тоқтатылып, жаңағы аурушандық қандай аурумен ауырып жатыр, сол ауру басылғанша дейін вакцина алуға болмайды. Вакцина, тірі вакцина тек жаңағы вирус залалдандырылған. Бұлай айтқанда, оның да ерекшелігі бар. Кез келген вакцина аларында ортасында арақашықты есептеуіміз керекпіз. Ортасына 1 айдан кейін екінші вакцина алуға болады. Тірі ауру қозғыштармен жасалып жатқан болса, қалған жағдайда жарты айдан кейін жасауға болады. Сондай есептен бәрі жаңағы емханаға келген кезде, емханада түсіндіріп айтатыны осында тұр. Ата-анаға айтатынымыз сау балаға жасаймыз, ауырып тұрған балаға жасамаймыз. Оны ескеріп, сауаттылықты өшеде көтергеніміз керек болады. Сондайлардың ішінде кішкене вакцина жасағаннан кейін, қарым-қатынаста болған балалардан кейін жасаған кезде, қарым-қатынастың жасырын кезеңі 21 күнге дейін. 21 күнге дейін аралығында жаңағы 3 күннің ішінде өтіп кеткеннен кейін жасаған балада бір орын алды. Жаңағы вакцина алып едім, одан кейін ауырып қалдым. Бұл қазір әлі 2 апта өткен жоқ. Екпе алғаннан кейін, 2 аптадан кейін иммунитет туындайды. Оған дейінгі алған бәрі әлі үлгерген жоқ. Сондай бастайды деп айтуға болады. Дегенмен де о баланың өзі ауырған баланың өзі де жеңіл ауырып кетті. От вакцина алып деген біз түсіндірген кезде, бұл айтқанда, вакцина алғаннан кейін де бізге уақыт керек қой, кішкене күш қуатымызды антиденелердің туындауына. Сол уақыттың ортасында орын алған жағдай болды. Белгілі бір тағамнан бас тарту деген дүниелер бола ма, болмай ма? Алкогольді сусындардан мәселен вакцина алғаннан кейін. Бұндай міндет түрде жоқ, бірақ айтатынымыз кез келген аллергия туғызатын тағамдардан тартынғанды кеңес беремін деп. Аллергия туғызатындар деп. Қандай тағамдар болуы мүмкін? Кез келген аллергия туғызатын тағамдарымыз жатады, шоколадтарымыз жатады, цитрусоварымыз жатады. Соларда мүмкіндігінше тартынғаны, қанша дегенмен қызылшамен ауырып жатқан кезінде де бұл қосарланып кету ықтималдығы орын алмас үшін. Жанар Сатуалдықызы, әсіресе балалар тәтті тағамдарды қазір көптеп тұтынады ғой? Әрине, тәтті тағамдарды көп жейтін шығар деп ойлаймын. Балаларының мамалары шамалы тыйым салу керек оған. Неге десең, тәтті тағаммен связаны көр деп айта алмаймыз. Ешқандай оның связі жоқ арасында. Но в любом случае ол деген жақсы зат емес енді денсаулыққа балға. Мамасы түсінетін шығар деп ойлаймын. Ана қарсы көрсеткіштер туралы айтып кетейін деп едім. Мына вакцинацияға қарсы көрсеткіштер қазіргі кезде өте шектелген. Қарсы көрсеткіші болуы мүмкін тек қана
ісіктер қатерлі балаларда, допустим, қан аурулары, немесе инфекциялық ауру өршу кезеңінде, немесе бұл басқа да хроникалық аурулар, созылмалы аурулар декомпенсация сатысында. То есть тек қана осы жағдайларда қарсы көрсеткіш деп айтуға болады. Басқа жағдайларда бала сау болса, температурасы болмаса, ешқандай ауру болмаса, алуға болады вакцинацияға, любой вакцинацияға. Біздің календарь, дозалары қандай температурада сақталуы тиіс? Нені айтасыз? Екпенің дозалары. Жаңағы арнамал тоңазытқыш дейміз, қалай дейміз, сонда ғана сақталады. Постоянный температура. Сол себептен жаңағы сол сақталғандықтан ғана емханаларға жасаймыз дейтінбіз. Оған дейін жеткізердің алдында, мысалға, Астанадан жеткізіп жатқан кезде арнамалы көліктермен жеткізіледі. Ол жаңағы нені сақтап, 70%-ға дейін сақтаумен. Сондықтан, мысалға, біз мектепке, мысалға, вокзалдарға алып келіп жатса, біз ол температураны сақтау мүмкіндігіміз бұзылатын болғандықтан, ол қосымша қолайсыз жағдай туғызуы және асқынуға алып келу болатындықтан болмайтын деп. Тағамға байланысты айтатынымыз, енді ол екпе алып жатқан кездегі аллергия туғызбас үшін деп айтсақ, жалпы енді тамақтану алдын алу үшін бұл кәдімгі жақсы, салауатты өмір сияқты, салауатты тағаммен де жүрген дұрыс. Әсіресе, мысалы, көңіл құндылығы жоғары, сорпамен, сусындарын ішу, жеміс-жидектерді жеу, жалпы өзің жағдайын көтеру, иммундық жүйені көтеру, ауруға қарсы тосқауыл есебінде болады. Яғни тек қана вакцинаға сүйеніп, мен вакциналдым дегеніне ортаға, қоғамға, жаңағы науқас адамдарға ортаға қарай шықпаған дұрыс. Көпшілікке мүмкіндігінше ретсіз шықпаған дұрыс дейік. Шықпа деп айта алмаймыз оған. Сақтанып жүрген осында тұрады. Қолда қорғаныс. Қылша белгісі байқалғаннан кейін ол азаматтарға карантиндік режим қоясыздар ма, қоймайсыздар ма? Ондай жағдайымыз жоқ. Біз қысқаша түсінікті есебінде айтсақ, аурудың жаңа мана айтып кеткендей бастамасы катаральды белгілерімен, яғни жоғары тыныс жолдарының қабынуымен белгімен басталғаннан кейін 4 күн бойы науқас ортаға қауіпті. Бөртпе шыққаннан кейін тағы 4 күн бойы қауіпті. Осы 8 күн ортаға қауіпті. Бөртпе шыққаннан кейін 5 күн өтсе, арқарай қауіпті емес. Бірақ осы 8 күннің ішінде ол ауруды ең таратушы есебінде, аурудың көз есебінде болады. Сондықтан осы ескергені, ал енді осы тараптан келетін болсақ, бөртпенің өзінің ерекшелігі кезеңділікпен өтеді. Маңдайында, құлақ артында пайда болып, бетінде, мойны, денесі, 2-ші күндері, 3-ші күндері аяқ қолдарына тарап, 4-ші күні бүкіл дененің бәріне тарап болып, 5-ші күннен бастап кері қарай бәсеңдеп өтеді. Яғни қауіптілігі 4 күн. Бөртпеге дейін 4 күн бөртпе пайда болғанымызды. Аудандарда вакциналарды жеткізу жайы қалай болады? Оларға да арнаулы көліктермен жібересіздер ме? Әрине. Ол арнаулы көлікпен сұраныс жасағанына байланысты. Бұл айтқанда кеше жылда жасалып жатқан шаралар ғой, тек қосымша жасалған шарамыз, 6 айда 1 жасқа дейінгі балалардың саны, ембірінші содан бастап, кешегі желтоқсаннан бастап, 1-ші желтоқсаннан бастап, 2 жастан 5 жасқа дейінгі аралықта олардың балалардың саны, емханалардың бәрінде саны бар, тізімі бар. Сол мысалға бір ауданда алсақ, менде 100 бала бар десе, 100 балаға арналып қосымша вакцина жеткізіледі. Әрине, орталықтандырылып жеткізіледі. Ол арнамалы көліктермен ешқандай маған салып жіберіп, жері қойшы деген не болмайды, өйткені бұл биопрепараттарға жатады. Бақылаумен жүргізілетін жағдайлар. Жанар Сатуалдықызы, халық арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізесіздер ме? Әрине жүргіземіз. Әрине поликлиникаларда, сосын деген бізде жаңағы конференциялар болады, сұхбаттар болады. Больницаға барған кезде, обход жасаған кезде әрбір мамаларымен, ата-аналарымен сөйлесіп, обязательно ондай жаңа жұмыс жүргіземіз. Міндетті түрде. Қосымша жұмысымыз, мысалға бір жанұядан 4 балаға дейін ауырғандар бар. Бүкіл жанұя екпені алмаған балалардың бәрі. Сол ата-анасымен әсіресе
әжесімен көбінесе әжелері жүреді. Солармен сөйлескен кезде ендігі түсіндім, бұған дейін еріп кетіп едік, біз алмаппыз. Ары қарай біз қалған, тек қана қызы қалған екпелердің бәрінде уақытылы алатын болдық, түсіндік деп, өткен таяқ жедік деген деп. Яғни, енді ол өз алдыңызға, өз жанұяңызға, маған керегі, сіз осы ағайын тумаңыз айтасың ба деп. Сондай жұмысқа дейін жүргізіп жатырмыз. Иә, ағайын тумаларыма, көршілердің бәрі де осындай қылып айтамын. Яғни, біз түсінбестік жасадық деп көптеген ата-аналар қазір өкініп, соның ішінде қазір біз мысалы ролик дайындадық, тек қана өзіміз өткен аптада, осы 2 апта бұрын осы жерден сол роликтерден үзінділер көрсеттік. Оларды жан-жаққа жіберіп жатырмыз. Сол роликтерде кейбір ата-аналар өз жері кәдімгі еркін өз жері шығып, жаңағы ұсыныстарымен екпенің керектігін жаңағы балалар ауырған ата-аналар өздері айтып, түсініктеме жүргізіп жатыр. Яғни соған дейін шығып жатырмыз. Газеттерге, жалпы қай жерде қоғамдық кездесу болатын жерге мүмкіндігінше барып шығып жатырмыз. Сондай жұмыстардың бірі, біз осы жерде өз тарапынан айтайын, мысалға, ең қолайсыз көп тараған жер, екпеге қарсылық көрсеткен аймақтарымыз бар біздің аудандарымыз. Солардың бәріне мысалы өзім шықпайтын. Солардың бірі біздің Кемер ауданы болды, Мұғалжар ауданы, одан кейін Мартөк ауданы, Хромтауға барып келдік. Бүгінгі таңда мысалы ауыр райының қолайсыздығына байланысты ол тоқтап тұрғанмен жоспарымызда әлі басқа аудандарға да шығу әлі жүріп жатыр. Яғни оған мамандар, әрі эпидемиологтар, инфекционистер, педиатрлар, өйткені ол барған кезде жай ғана біз барып түсіндіру жұмысын жүргізіп жатқанбыз. Сонымен қатар кімнің қандай өтініші бар, соған байланысты науқастарға қарап, консультация, кеңестер беріп, басқа ауруларды жүріп барып бірге қарап кетіп жатырмыз. Сондай жұмыстардың барлығын біз барған жердің бәрінде тек қана медицина қызметкерлері емес, сол аудандардың әкім орынбасарлары тікелей бізбен бірге болып, халықпен кездесу кезінде бірге қасымызда отырғандықтан мен ол жерде де әкімшіліктерге бәріне ризашылығымды білдіремін, түсінікпен қарап жатқанына. Қызылша кезінде температура көтерілуі мүмкін бе? Әрине. Қанша градусқа дейін барады? Әрқашанда 39-40 градусқа дейін баруы мүмкін. Көбінесе 38,5, 39, 40 градусқа дейін жетуі мүмкін, судырғы беруі мүмкін балалар. Температура өте күрделі, тез арада көтеріледі. 1,7-дей сақталады ол температура. Бұл температураны қалай басамыз? Бұл температураны басқан кезде, ол деген температураның өзі қорғаныш сондай бір симптом болып тұрады. 38-5 градусқа дейін ВОЗ бойынша, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңағы ұсынысы бойынша 38-5-ке дейін температураны балада түсіруге болмайды. Ол өзі күресу керек. Ал 38-ден 5-ке жақындаған кезде, немесе сол цифрға толған кезде, одан жоғары болған кезде, әрине препараттар қолданылады. Мамалар біледі, кішкентай балаларда аспирин ешқашанда қолдануға болмайды. Оның кері әсерлері бар. Біз қолданамыз тек қана парацетамол, ибуфен, және свеча түрінде парацетамол, цификон, тағы да бірнеше свечалар бар. Қолында ештеңе болмаса, ешқандай зат болмаса, препарат болмаса, ол кезде баланы шешіндіріп тастап, комнатный температура суменен үстін сүрту керек. Ол да физический метод охлаждениеға жатады. Салқын сумен? Салқын емес, комнатный температура. Бөлме температурасы. Сондай сумен сүртуге болады. Ол да температура түсіреді. Осындай емдерді жасауға болады? Болады, әрине болады. Бұл ауруда нақты ем жоқ. Нақты ем жоқ, тек қана симптоматикалық ем. Бұл ауруда вирусқа қарсы антибактериалды терапия ешқандай қолайсыз, ешқандай оның эффектісі жоқ. Қолданылмайды. Бұл инфекцияда көбінесе егер ешқандай жаңағы асқыну болмаса, симптоматикалық емнің өзі жеткілікті. Ол суды көп мөлшерде ішу, бала төсектік режимде болу керек. Суды көп мөлшерде беру керек. Тамақ ішкісі келмесе зорлауға болмайды баланы, но суды беру керек. Суды береміз, ұсынамыз, береміз. Сосын деген температурасын қадағалап отыру керек. 3 сағат сайын баланың температурасын қадағалап, қарап, қандай деңгейде екенін біліп отыру керек. Оны жазып алуға да болады мамаларға. Және дополнительно тамағын шаю керек, шай алатын болса бала. Шай алмайтын болса, пышылдататын специальный спрейлар бар. Ол деген жаңа воспаление снимает. Сосын аузын деген шаюға болады, жаңа нелерменен фурацилин,
таза суменен да можно аузын шаю керек. Мұрын деген синомарин, аквамарис деген пышылдататын дәрілер бар. Мұрын тоже жууға болады. Көзін обязательно уход, көзіне деген уход жасау керек та. Неге десең, көзі деген бұл ауруда тоже зақымдалады, конъюнктивит шақырылады. Поэтому қатты жарық болмау керек балаға. Көзін деген жаңағы комнатный температура кипяченый сумен сүрту керек, әрине. Сосын деген вирусқа қарсы каплялар бар. Офтальмоферон деген, сосын жаңағы альбуцит деген препараттар бар. Ол жаңағы воспаление, именно қабынуды көзден нетеді, кетіреді. Тағы да қандай дәрілер? Витамин А. Витамин А ВОЗ бойынша тоже ол да ұсыныс. Витамин Аны протокол бойынша балаға беруге болады. А бар, аевит бар. Сол препараттарды беру керек. Басқа ешқандай ем керек емес. Егер баланың жағы ауру балада қолайлы түрде өтіп атса, егер қолайсыз өтсе, біз тез арада білу керекпіз. Ол қандай асқынудың түрін білу керекпіз. Сол асқыну бойынша уже біз шешеміз. Дәрігерлер шешеді, қандай тағы да қосымша препараттар қосу керек екен. Антибиотиктер мен вирусқа қарсы препараттар. Ата-аналар тарапынан қандай сауалдар жиі жолданады? Қайын айту, не деп? Қызылшаға қатысты. Екпеге қатысты. Басылса, ертегіне бір арнамалы дәріні берсек, арғыны ауру тоқталса деген сұрақтар. Бүгін басталды, неге менде кетпей жатыр? Жаңағыны айтып кеттім, тағы да ескерем. Инфекциялық ауруларға, соның ішінде қызылшаға тең, оның өзінің кезеңділігі. 4-ге дейін, 4 дейін кейін 4 күн деп өтіміз. Бұл жай жағымсыз, асқынусыз өтетін қызылшаға тән. Бірақ қосымша басқа аурулар болса, әрине осы өшу кезеңі, ұзару ықтималдығы орын алады. Яғни осы жерден Алматыға 2 сағат ұшып баратын едім. Неге мен 3 күнде, 4 күнде шығып кетпеймін деген көзқарас, теріс көзқарас болады. Ол үшін біз әуелі ескеруіміз керекпіз. Асқынусыз болса ғана 8 күн деп отырмыз. Одан кейін де иммундық жүйе шаршап қалды. Балаға тағы да қуаттандыру керек. Баланың жағдайына қолайсыз жағдай туғызбауымыз керекпіз ары қарай. Салқын тигізбеу деген сияқты. Қазір мысалға келіп жатқан аурулардың бірі тұмау келіп жатыр қабаттасып. Коронавирусте кетіп қалған жоқ. Бірең-сараң бар. Ірі қалаларда, Алматы, Астаналарда ресми көрсеткіштер бойынша жоғары деңгейде. Бізде бірең-сараң орын алып отыр. Басқа вирустарымыз солардың ішінде ұшық, герпес дейміз. Мысалы, сол вирустарымызда өзінің басын көтеріп жатыр, қабаттасып келіп жатыр. Яғни бір жаңғыз қызылшамен өтіп жатқан жоқ, олар бәрі қосарланып жүріп жатыр. Міне соған байланысты аурудың ұзақтығы, ұзаратындығы, соған реніш білдіретіндігі көбісі осында. Осы ауруларға да байланысты вакцина алу керек қой, басқа түрлі? Жоқ, ол кестеге күнтізбеге сай 21 ауруға айтамыз. Ұшық ауруларына, герпеске вакцинация жоқ. Екпе кестеде жоқ. Тұмауға қарсы қазіргі жағдайымызға байланысты бізде кеше қазан айынан бастап ол да шаруа жүріп жатыр, жасалынды. Осы жерде халықтың арасында айтатымыз, кім алғысы келеді, бізде вакцина толық жеткізілді, орын алады. Яғни бүгінгі таңда айтқым келеді, міндетті түрде мысалы медицина қызметкерлеріне, мұғалімдерге керек деп жатса, қосымша халықтың арасында да ынта білдіріп жатқан вакцинация алам деген адамдар қазір саны көбейіп келеді. Сондықтан оған да біз былай айтқанда қуанышымызды білдіреміз. Бұл ақыл немен келіп атқаны, алдын алу жолына мойындарын бұрып атқаны, қызылшамен бөлек. Ол шара қатар жүріп атқаны дұрыс болар еді. Өйткені тұмау ауруы бүгінгі күні кішкене басын көтеріп келе жатқаны шыңына әлі жеткен жоқ. Емделіп жатқан балалар туралы айтсаңыздар? Емделіп жатқан балалар өте көп. Оның ішінде ауыр түрінде жеткілікті балдар. Біздің стационарда жатқан балдар 80%, наверное, ауыр, ал 15% орташа ауыр деп айтуға болады. Аурудың өзі өте сондай ауыр өтетін аурудың түріне жатады. Бұл инфекция, вообще любой инфекциялық ауру ешқашанда өзінен өзі үзіліп қалмайды. Ол басталды ма, өзінің срогына келіп аяқталады.
Поэтому қазір жазылам деген болмайды. Бұл ауру 14 күнге дейін созылуы мүмкін, даже асқынусыз. Кішкентай бөпелерде. Бір жағдайда даже 3 аптаға дейін созылып кетуі мүмкін. Поэтому шыдамдылық болу керек. Оның өзінің периодтары бар. Сол себептен сол периодтан өтпей ол ауру тоқтамайды. Но ауруды соңында балада иммунитеті күрделі төмендейді. Күрделі төмендегені соншама басқа ауруларға ашық болады бала. То есть ол кезде дұрыстап сақтамаса, ол бала тағы да басқа инфекция ұстап алуы мүмкін. Қазіргі кезде инфекция именно осы қызылшаның үстіне қосылып атырған көкжөтел ауруы бар. Бірге жүрген кезде өте қиын өтеді. Көп балалар, көп деп айта алмаймын, но бірең-сараң балалар реанимациялық бөлімшеде жатыр. Қазіргі кезде 4 баламыз жатыр. Олардың жағдайы өте төмен, нашар. Оларға біз көмек көрсетіп жатырмыз, консультация жүргізіп жатырмыз. Әрине, әрқашанда оларды біз қадағалаймыз. Шығаруға тырысамыз. Қосымша есебінде айтып жіберсем, мысалға енді сұрақтарына не деген. Біздің ауруханамыз Қызылшаға арнамалы аурухана ашылды. Әкім өзінің қолдауымен жақсы барынша жағдайдың бәрі жасалды. Бұл санаторий Чайка немесе Шағала, яғни қаланың сыртында орналасқан. Қаланың ішіндегі ауруханада Қызылша жатқызылмайды. Сондықтан халықтың бәрі мына инфекциялық аурухана өшеге жатсам, өшеге келсем, қаланың ішінде болсам. Сондықтан біз оқшауланып тұр. Қаланың ішінде басқа инфекциялық аурулар жасады. Оған айтқым келеді. Соңғы уақытта, әсіресе бүгінгі мысалы көргендердің бірі Қызылша диагноз өзіне қойғаннан кейін, немесе диагноз қойғаннан кейін жаңағы Шағалаға бару керек десе, жоқ, маған диагноз қойған, мен осы жерде инфекция жатамын деп, бүгіннің өзінде таңертең түске дейін мысалы 2-3 адам келіп кетіп жатыр да, бұл жерде не туғызып тұр? Қауіп туғызып тұр. Ол жерге келіп жатқан басқа инфекциялық аурумен келіп жатқан адаммен кездесуі, өзінің қызылшаны жұқтыруы, немесе қызылшаның үстіне басқа инфекция жұқтырып алу. Сондықтан жалпы тәртіпке келеді. Егер қызылшаға күмәнді болып жатса, өзіне шақырту. Жағдайы ауыр болып тұрса, жедел көмек шақырту. Жағдайы ауыр емес, орташа ауыр болып жатса, өзінің учаскелік дәрігерін шақыртып, сабырлық сатып, күту. Адам өткенде де инстаграмда көріп жатсыңдар, шақыру өте көп. Бірнеше мыңға дейін жетіп жатыр. Үлгере қалмай, жедел жәрдем келген жай температураға шақыра қойып жатыр. Яғни ондай жағдайда сабырлық жасап, шыдамдылық жасап, сауаттылығымызды көтерсек, біз өзімізге дәрігер шақыртқанымыз, емханаға қарай шықпағанымыз. Емханаға шыққан сайын баламыз, ауырып жатқан адам өзі қалғандарына ауыр жұқтыру ықтималдығы орын алады. Осы жерде біз өтініш сұрайтынымызда ауруды таратпауға осы жолдардың өзі ықпалын жасайды. Яғни дәрігер өзіне шақыртайық. Яғни қызылшаның ешқандай да ем түрі жоқ деп жатырсыздар. Арнамалы ем жоқ. Алу үшін вакцина салу керек. Ал бағана больницада жатырған балалар ауруханада. Аса қауіпті жағдайда жатқан балалар, соның ішінде 4 бала деп атадыңыз ғой. Оларға қандай ем түрі көрсетіліп жатыр сонда? Қандай аурудың көрінісі бар, сонымен күресіп жатырмыз. Тыныш жетіспеушілігі, тыныш жетіспеушілігімен. Бауырына салмақ түсті, бауыры қабынып жатса, ол да ықтималдығы орын алады. Сонымен күресіп жатыр. Қан тамыр жүйесінде ақау болса, соған арналған дәрі-дәрмектер. Көбінесе көп, мысалға, қауіпті тұрамыз, пневмония болса, тыныш жетіспеушілігі. Кезде коронавирус кезінде айтып жаттық, аппаратқа тұрғызады, кіргізеді. Соған дейін барып жатқан жағдай. Яғни, сондай арнамалы ем өкпенің қабынғанына бағытталған. Осының барлығы қызылшаның әсерінен туындап жатыр. Әрине, қызылшаның әсерінен туындаған. Сондықтан бұл жерде вирусқа қарсы арнамалы дәрі емес, вирустың әсерінен туындаған қолайсыз жағдайға біз күресіп жатырмыз. Сондықтан арнамалы реанимациялық көмектердің бәрі осы асқынуға. Менингит болса, менингит вирус онда жүргенде арнамалы дәрі жоқ, менингиттің өзімен күресеміз, басқа дәрі-дәрмектеріміз. Әрине, осы жерде осы ауыр жағдайлардың бәрінде де екіншілік микробтардың қосарлануы. Ондай жағдайда біз антибиотиктерді қосып жатырмыз. Яғни бір дәрінің қазір мына тәсіл деп айтуға келмейді. Науқаста не ағза, қандай ағза, не басым болып тұр, бүгінгі күні қандай ағзада басым болып тұр, қолайсыз жағдай, сонымен арнамалы күрес, біз симптоматика деген сөз. Қай симптом басып, сонымен күресеміз. Екпелерді азаматтар қай уақыт аралығында алуы керек? 1 жыл, 2 жыл?
ол кестеге сай 1 жас 6 ай, 6 жас. Қазіргі уақытта біз айтамыз, кеңес береміз, айналаңыз бәрінде от болып жанып тұрса, неге қорғаныс жасамасқа. Ересек адамдар әрине 6 жасында алды. Одан кейінгі кейбір жастарда бізде осындай қолайсыз жағдай 2015 жылы болды, 2018 жылы болды. Сол екпенің нәтижесінде біз аурушаңдықтың бәрін төмендеттік, жеңдік. Сол кезде де қосымша вакцинация алғандар адамдар бар, ересек адамдардың ішінде. Соның бәрін ескере келе, бүгінгі таңда ол қазір қарамайды бұған деген алған бәрі. Қосымша иммунизациямыз бұрынғы алғанына, алмағанына қарамай, қазір қосымша жасауымыз керек. Яғни жыл сайын алуға болады, е? Иә, болады. Мысалға, аудандарға барған кезімізде, бір балада қолайсыз жағдай болып қалды. 4-ші рет вакцина алайын деп жатыр, қызылшаға бағытталған. 4-ші рет. Біріншісі өзінің бір жасында алған, одан кейін ауырып қалғаннан кейін жаңа қолайсыз жағдай 15-18 жылдар деп отыр. Жылдардың бәріне ана бала түсіп қалғанда, енді 6-23 жылы, 4-5 кетіп жатқан кезде, әлі 6 жасқа жеткен жоқ та, тағы неге келеді, вакцина алатын уақытына келіп тұрды, ата-анасы шығып тұр, кездесіп тұр. Мен алуым керек пе, аласыз. Енді 6 жасқа толғанда ол бала, 6 жасқа әлі толған жоқ, қазір 5 жаста. 6 жасқа келгенде тағы алам ба дейді, тағы аласыз, ол кестеге сай алады. Яғни 4 реті келіп қалып, қолайсыз реті келіп тұр, бірақ соңғысы 1 жылдан кейін тағы жасалып тұр. Бәрі керек болады. Бәрі жасалады. Жыл сайын жасалады деп айта алмаймыз. Жыл сайын жасалады, план түрде жасалмайды жыл сайын. Тек қана эпидемия кезінде дополнительный прививка жүргізіледі. Соңғы рет қай жылдары жүрді сонда? Мындай жағдай 15 жыл жүргізді, ол кезде мына жас емес, жоғары жас. 15 жасар, 16-17 жасар балалардың арасында қосымша екпе жүргізілді. Жасына қарай. Яғни аурушаңдық қай жаста көп кездесіп отыр, соларға тосқауыл жасап жатырмыз. Бүгінгі күні 6 жасқа дейінгі балалар 80-85% құрап тұр. Кейбір аймақтар 90%. Сондықтан солардың арасында жүргізіліп жатыр қазір қосымша екпе. Жүкті әйелдерде көптеп кездесіп жатыр деп айтып қалдыңыздар бір сөздеріңізде. Қызылшаға байланысты. Оларға, мұндай жағдайдағы азаматшаларға қандай ем түрін көрсетесіздер? Ем жаңағыдай уақытта біріншіден жаңағы жүктілікке салмақ түсірмеуі, бүкіл жүкті әйелдердің бәрінің біз ем шарасын қолдануға тырысқан кезде орталыққа, осы Ақтөбеге қарай барынша тартып алуға тырысамыз. Қиын жағдайда болып жатқан кезде 1 январь, 31 декабрьде 1 январь күні мысалға біз сол күні бригада түнімен жүріп отырып шалқарды алып келдік. Беременный. Жүр, шатсы отырым, неден, Байғанынан алып келдік, Байғанынан. Ертегіне Құрамтаудан алып келдік, 2 январь күні. Яғни, мейрам күндерінің өзінде де жүкті әйелдерді аудан аймақтар болғанында ауа райының қолайсыздығына қарамай, біз олардың бәрін мүмкіндігінше қалаға қарай жақындатып, мамандандырылған жерге жақындатып қойып, осы жерге ем шарасын беріп жатыр. Онда да ең бірінші қабынуға қарсы реакция байқалуы мүмкін. Қызылша кезінде улану көп қой, жаңағы температураның болуы, бәрі дененің улануы, интоксикация деп, сонымен күресу, әрі бағытымыз нәрестеге салмақ түсірмейтін жағдайға келтіру, басқа ағзалардың жұмысын жақсартуға бағытталған. Керегіне сай антибиотиктерді қосу. Яғни, ол жерде де бұл жүкті әйелдерде бұрыннан басқа аурулар бар болса, солмен күресу, олар өшіп кетпеуіне жол тосқауыл жасау. Негізінен елімізде өлім жағдайы тіркелді ме қызылшадан? Қызылша бойынша ресми бізде жоқ. Елімізде бар ғой, бірақ Ақтөбеде ресми жоқ, бірақ қызылшадан кейінгі қызылша ауырып асқынған жағдайлар орын алып жатыр. Қызылша мен байланысты қосарланып басқа қателі ісікпен, бауыр ауруларымен, бауыр сиррозымен ауырған балалар бар. Мысалы, қызылшаның деңгейі 20 күн дейміз, 20-21 күннің ішінде жазылып болғаннан кейін, бірақ бұрынғы ауру басым болып, содан шетінеген балалар орын алады. Ол бұрыннан мысалға қолайсыз жағдайына байланысты. Біреуінде қателі ісік болды, екіншісінде жас өспірім баланың өзінде де бауыр сиррозы болды. Тікелей осы қызылшаның өзіне өлген жоқта бұрынғы ауруы асқынып кетті. Жақсы, алда қандай шаралар қолданасыз? Қазіргі шарамыз бүгінгі күні ауруханаға жатқызылған науқастардың бәріне бар жағдай жасалып тұр.
орын алып тұр. Бұл тек Ақтөбенің өзін ғана айтып отырмын. 240-45 кереуетіміз біздің аудандарда орналасқан. Мамандардың бәріне қосымша оқумен мамандарға отырмыз. Айтуымыз керек, біз мамандардың жетіспейтін деген атап кетіп отырмыз. Оның бәрі облыстың әкімшілікте біледі. Оған шаралар бәрі жасалып жатыр. Кезек-кезегімен ауыстырып мамандар емханадан ауруханаға жіберіліп жатыр. Ал енді дәрі-дәрмегіміз жеткілікті. Енді вакцинация келетін болса толық қамтамасыз етілді. Бүгінгі күні ол мәселе жеткіліксіз деген жоқ. Бұл айтқанда ретімен, аптықпай алмай ретімен алған өтінішті тез ертерек алса, ертерек біздің қорғаныс күшіміз қалыптасады. Сондықтан тезірек біз қызылшаға қарсы тосқауыл жасаймыз, әрі осы аурушаңдықты төмендетеміз. Сондықтан айықта келе вакцинация немесе екпені алуға тағы да өтініш жасап сұраймыз. Қолайсыз жағдай жұмыс істеген кезде әр жерде әртүрлі ескертпе, қолайсыз көріністер орын алып жатса, халыққа сұрайтынымыз бізге шықсын, біз сол ойда мәселені тез қарастырамыз, ұйымдастырамыз. Мысалы, қолайсыз жағдайлардың бірі, мысалы, %3-ке шыға алмай қалды деген сияқты. Басқа жолдары, тәсілдері бар. Біз жұмыламыз, бірге істейміз. Бұл жерде де коронавирусты халықпен бірге жеңдік. Коронавирусты халықпен бірге вакцинация арқасында жеңдік. Қызылшамды солай бірге шықсақ, бір қайыққа мінсек, біз бәріміз бұлында індетті жеңеміз деп үмітім бар. Мейрамбек мырза, әрине айтылатын әңгіме көп. Бүгінгі бағдарламамыз да аяқталды. Сондықтан барша көрермен атынан сіздерге алғысымызды білдіреміз, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман болыңыздар.